қуанышымызда шек жоқ. Өйткені біз тұңғыш рет сауатымызды ашқан әліпбимен қоштаспақпыз. Маған мұндай мектептің керегі жоқ деген ой санама сап ете қалды. Сен ол мектеп адамға бір-ақ рет берілетін сый екен ғой. Балам, міне сен мектепке келдің. Тәуелсіздік таңдары бақ береді баршаға. Отан өлең, отан тін, жасаған ерінген халқым. Әрін үйреткен, әліппен келді ортаға, білім деген ғажаптың әліппесін меңгерген. 42 таныстық әріппен, ең алғашқы білімді алдық мол. Рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, арналады бүгін жыр саған. Қазақтың ұрпағын енді біз жаза аламыз, әсті қосып әпсе. Бүгін үлкен салтанат, оқулықпен достаспақ, әліппемен қоштаспақ. Рахмет саған әліппе. Ұялы мектебім бағында гүлдей боп көтерім. Өзіңсің білімнің болағы, нәр алып келемін. Келеміз қуанып біз дайым, мектебім сен жайлы жырдайым. Айқара есігін ашады, қарсы алып күн сайын. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар, сенен біздің әріпті. Көптеген кітаптармен Саған әліппе, алғысым шексіз бір саған. Әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, алғысым шексіз бір саған. ана тілі атты ағам бар, сендерді жетекке алғанша. Ана тілден аламын, ана тілім ардақты. Мектептің қосылтатындай сәтті бізге көрсеткен бүлдіршіндерімізге беректі. Үйлерде көрмейтін қызықты, адамға әртүрлі жүрегіңе әсер ететін нәрселер.